ұстаздық іздену үшін көктегі тылсым астрайына шығып, тәуперімнен біраз уақыт Әл-Мисақ рауаяттарын тыңдаймын. Мына екі адам жидекті мен аспанға ала кетпекпін. Ләббәй. Бұтқанада екі оң ғана қалып, атқауладағы адам жидек ағашын жақсы күзетіңдер. Шырғалан шықпасын. Хоп. Самал соқ, Айжарық. Ләббәй пірім. Бүгін шығыстағы Отан патшасының әмірімен батыстағы Махауираға ном кітабын алуға кетіп бара жатқан Санзаң біздің Бұтқананы басып өтеді. Ол менің ежелгі досым еді. Сендер екі дана адам жидек үзіп әкеп, менің атымнан құрмет білдіріп, соған ұсыныңдар. Хоп. Пірім, біз Дажа дінінің мүриттеріміз ғой. Ол сот мен не жақындығымыз бар? Сендер нені білесіңдер? Ол сот бұл дүниеге безілде қоңыздан азып келген Сақия Монидың екінші мүриті. Мен онымен 500 жылдың алдында Жұпаргүлдер көрмесінде танысқам. Сондықтан мен оны ежелгі дос деймін. Жөн, пірім. Оның мүриттерін бірдемеден секем алдырып, сойқан тудырып жүрмеңдер, а? Әміріңізге хоп. Tezirek. Pırım. Hadi, ciddi жүріңдер. Мынаны қараңыз. Пірім, рахмет етіңіз. Қанеки. Ағай, бергеңіз. Мына босағалықты қараңызшы. Ұзақ өмірлі перілер ордасы. Әлеммен бірге жасасқан шайқылардың қара шаңырағы. Сөз демеуірінің үлкен ақ екен. Мен аспан ордасын астан кестен қылған кезде қарт ханзаттың есік алдында осындай босағалықты көрген секілдедім. Дәл осындай. Ағай, босағалықты қайтесіз. Тезірек тамақтанып ойлайық. Жүрелік. Тез. Рахметіңіздер. Қанеки. Жете жүріңдер, жете. Өй. Шағай. Қараш, қалай өзі? Бұл бес қоржа бұтқанасы нағыз перизаттардың бейісі екен. Алайда, перизат балалар, сендер неліктен 3 пәкпір, 4 машайық және әлемді меңгеруші тәңірді қастерлемей, тек жер мен көк деген екі сөзді ғана ардақтап шырақ жағасыңдар? Пірімнен жасырары жоқ. 3 пәкпір мен 4 машайық біздің осы пұтқанамыздағы қожамыздың досы. 9 нұршайық болса қожамыздан соңғы ұрпақ. Сондықтан қастерлемейміз.
Ағай-ау, немелеге күлесіз? Ағасының көкесін тантқан сүкеңе мына даужаудынның екі баласы өтірік тұсқыртқан ай. Көреймін. Балалар, пірлерің қайда? Жейян ұстаз бірім Әлмисақ Дәуперісінің ықласымен көктегі Тылсымас сарайына Әлмисақ рауяттарын тыңдап, білім тағлымат алуға кеткен еді. Аузыңызды жеп, пірімді беспелікпен алдауын тоқтат. Сүкедейім. Тайласудың қажетіне. Олардың пірі үйде болмаса, бізде олар дәурелемейміз. Сен тау баурайына барып ат оттат. Баже, сен буыншақты шешіп астық алып, олардың қазандығымен тамақ істе. Болады. Шәке, Пірім. сен бұрынғыдай жүкті күзет. Е. Тоқта. Кетерде оларға отын ақысын төлеуді ұмытпа. Құп. Інішек, пірекеңе дамылдауды айтпаймыз ба? Пірім, дамылдамаңыз. Көп рахмет. Ағай, ана үш мүриттің расында кейіпкес бір соқ. Мінездер ұзақор екен. Рас, олардың бөлініп кеткенде көрім болды. Егер көзбе-көз тұрса, таңсонға адам жидек жегізуімізде қиын еді. Ей ағай, ол піріміздің көне досы ма емес па? Кім білсін? Иә, рас айтасың. Барып сұрап көрейін, қателік туылмасын. Апырай, әрі қазан жуып, әрі тамақ істеймін деші. Қаспақ мол ғой. Інішек, анықтап болдым. Ол шынында піріміз айтқан ұлы тандық сәнсаң екен. Ендеше сен тез барып адам жидек ұз. Адам жидек? Ей, әлгінің үш мүриті біліп қалсақ екеміз. Рас, тек сәнсаңға ғана жегізіңдер деп пірім тапсырған еді ғой. Онда... Ағай, жылдамырақ, әлгі шүміріштің жоғында тез үзіп әкелейік те, оған жегізе қояйық. Тұра тұр, мен алтын сірен ап келейін. Мақұл. Жүр енді. Пірім, бес қожа дейтін тұтқанамыз қаққастауда. Сауға етерлік оңған өнімі де жоқ. Осы ектал жемісті ғана чөлбасарға ұсынамыз. Қанекей пірім. Жеңіз. Жақсылыққа жеткізе көр жақсылыққа. Осы бір мол өнімді ырысты жылда ұмытқанадағылар адам жейсіңдер ме? Жақсылыққа жеткізе көр. Пірім, бұл адам жидек қой. Және бір аты өмір жеміз. Біреуін жеп көп шелғандырыңыз. Пірім. Бұл әлі үш таң атырмаған нәресті екені даусыз. Қайтып қана маған шолғандыр деп тұрсыңдар. Ой, бұл ағаш басына шыққан жейміз. Сандырақ. Ағаш басына қайтып адам үнеді екен. Ақыл көріңізші. Әкет. Әулие жар болсын. Жүр. Осынша жақсы нәрсені жемеген қызық болды. Естідің өзің, ол мұны әлі адам деп жүр екен. Ой. Жүр. Бұл шайқын ағыз қойын жүру екен. Ей, қараш. Қанекей, алыңыз. Әкет. Әулие жар болсын. Рақаттан қашқаны сорақылық болды. Көз еттен жаралған пенденің баласы ғой.
перілер ордасының асыл затын танымайды. Ей, бұл жетек ұзақ тұрса, жеге келмей ашып кететін болды. Әттеген ай. Онда... Обалай. Обалай, Әй, немесе... Немесе... Екеуміз жей салайық па? Е. Ağay! Bir gel şu. Bir gel şu özüm. Bir gel, bir. Немене? Мақұлсау? Не болды? Oturunuz. Oturunuz şu. Aka otursanız şu. Әй, Ağay, butmananın içinde bir asıl zat barın bilesiz mi? Ha? нендей асыл зат? Бұл асыл затты айтқан мен ұқпайсыз. Қолыңызға берсе де танымайсыз. Нақұрыс, сүкен аспан ордасын астан-кестен қылған кездерде әлемнің бәрі қиырын кезген. Мен білмес асыл болушы ма еді? Айт тез. Адам жидек дегенде көріп пе едіңіз? Не дейсің? Адам жидек дейм. Мұны көрмеген екем. Ол қайда? Оларды мұны бұтанасында бар. Бәке, басқалардан естуімше, адам жидек дегені өмір жеміс екен. Жеген адам ұзақ жасайды екен. Өте жақсы екен ау. Әзір 2 минут бала жидектің екеуін үзіп, пірімнің жеуге ұсынған еді. Бірақ пірім танымайды екен. Жеуге батпады. Олар бізге берсе жөн болар еді. Расау? Лажне, өздері бірден бөліп жей салды. Бәсе? Әлгі 2 минут баланың жылтыңдап жүрген сол екен ғой. Ағай-ау, аяқ қолыңыз елпек қой. Сіз де екеуін үзіп келмейсіз бе? Татып көрейік. Ағай, ардақты ағай, екеуін ап келіңізші. Ай! Ағай дейм, барыңыз сенді. Болады, күте тұр. Ағай, әлгі 2 минут баланың айтқанына қарағанда, оны алтын сері деген нәрсемен түртіп түсіреді екен. Алтын сері? Келіңізші, бер келіңізші. Әнеу терезенің ішкі жағында тұрған сол. Былай тұр. Бәке, әнеу кебеженің үстіне қойған бәлкім алтын сері ғой дейм. Дәл сол. Сен күте тұр. Иә.
ғажап, әлгі қайда кетті? Қашып кететін аяғы бар ма? Аяғы болса да қорған тамнан қайтып басады. Ақырыңыздан әулиеме ибал сәлем. Әмбие шал, Сүкеңнің әлемге әйгілі ұры екенін кім білмейді. Өз кезінде бүйрек шаптолды ұрлап, тәңір шарабын қымқырып, жасатқыштарын үптегенінің бәрінде ешкім менен бөліс сұрауға батпаған. Бүгін олардың адам жидегінен бірнеше өзейін десем, сен неге қағып әкетесің? Әулием-ау, қағып әкету бұлай тұрсын. Пақырыңыз бір искеуге де батылдық ете алмайды. Ендеше түртіп түсірсем, ылым-жылым болатын несі? Әулием, сіз білмейсіз ғой. Бұл адам жидегі ағашы 3000 жылда бір рет күл ашып, 3000 жылда бір рет жемістеп, және 3000 жылда жемісі пысады. Түмен жылға таяғанда әзір осы 30 жидекті береді. 30-ақ жидек? Иә. Адам жидекті тек искегендер 360 жыл жасайды. Әулие тақсыр. Біреуін жей алсаңыз 47 мың жыл жасар едіңіз. Адам жидек тек 5 саттан қорқады. 5 саттан қорқады? Адам жидек алтын тисе үзіледі. Ағаш тисе семеді. Су тисе еріп кетеді. Отқа тисе күйеді. Топыраққа түссе қайтеді? Жерге кіріп кетеді. Бәлкім балшықты жерге кіріп кеткен шығар. Сүкең оны таппай қоймайды. Әулиеке, неден қатты жер? Әмбие, Сүкеңнің күрсіз тасқа тисе талқан қылып, жойынға ұрса ойылғаныңыз қалдырар еді. Неғып бүгін түкке жарамай қалды? әулием-ау, бұл жер шойыннан 3 сағат дегенін білмейсіз ғой. Ендеше мен сені бекер кінәлаппын. Қайтып кете бер. Көп рахмет, әулием. Ағай, тез кіріңіз. Жүріңіз. Тез жүрсеңізші. Ағай, отырыңыз. Ағай, әкелдіңіз бе? Сүкеңнің қолы тисе бояма. Қараш, міне. Әттең ағай-ау, тірлік тұрмаңызшы. Екеумізбен жей салайық. Адам жидек ең қазір табылатын жеміз. Шасопыдан жасырмаймыз. Бар, шақырып кел. Оның несін шақырамыз? Тез бар, тез. Жөнде. Шекеңін жек! Шағай, мені шақырдыңыз Тез ба? бергенші. Берген тез. Иә. Үлкен ағай, мені не жұмысқа шақырдыңыз? Інішек, қараш, мынау не нәрсе? Өй, адам жидек пе? Қайдан келген? Мәссаған сен таныдың ғой. Ағай, ол қалайда жепті, оған енді сыбаға белме. Пақырын шептеріңіз аспан ордасында перде тұрушы әмір сардар боп тұрғанда қиыр көлшіктегі бүйрек шаптыл қонақ астында болған. Сонда теңіз сыртынан келген перизат қонақтың Тәңір ханымға туған күнін құттықтап ұсынған адам жидекті көрген. Бірақ інішектеріңіз өмір тапқан емес. Шының осы болса, аға інілі үшеуміз бірден жей. Иә. Ұстаз бір мәулес жоқ па? Өй, бұл жемісті ұрлап алдық емес пе? Пірім ұрсады ғой.
Әттең ағай-ау, әлгінде 2 мүрит бала піріме 2 жидек әкеп сұнғанды, пірім жеуге батылдық ете алмады. Мұнаны мен тез жей қояйын. Ар. Мә. Ағай. Шәкеңін шек. Не жеп жатырсың, Адам жидек емес пе? Ойламай. Шәке, оған қарама. Өзіңдікін жеп болып, денегімнен дәметпексің. Ағай-ау, жаңа мен шайнамай жұта салыппын. Дәмін де білмей қалдым. Жақсы жаманында, ұрығы бар жоғында сезбей қалдым. Бұны кімнен көрмексің? Ардақты ағайым-ау, жақсылығыңызды жеріне жетес деп. Тағы да екеуін әкеліңізші. Мен де сіздерше әбден шайнап, асықпай жұтып, дәмін біліп алайын. Дәменің зорын қарай көр. Бұл түмен жылда әзер 30 жеміс беретін нәрсе тұрса, үшеуін жегенімізде үлкен нәсіп емес пе? Сен оны тұрған жер жемексің бе? Ағай-ау. Ойбай. Не жетті саған? Ойбай. Қараш жүзің. Ағай, тағы екеуін табыңыз. Ардақты ағайым. Тағы 2 адам жидек әкелсеңіз. Үндемешейін ақыз. Бұтқанамыздың асылын олар сөз сұрлапты. Рас айтасың. Тез жүр. Баққа барып жидекті санап көрейік. Бұл тез. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Қап қырсығай. 22 ғана қалыпты. Иә. 4-еу кем. Иә. Сөзсіз солар үзгін. Жүр. Топты қарақшы екен ғой. Жүр барайық. Жүр. Ұстаз бірім. Әй, бұлай тұршы. Тансың. Бала перизаттар-ау, не болды? Не болды деуін? Қай жерім чайқы қоқсайды? Діндар сопы болып жасанып жүрген. Ұр екенсіңдер ғой. Перизат бала, сөзің болса жақсылап ақырмайды. Аттық сөйлеп көңілге қаяу салма. Адам жидегімізді ұрлап дей тұрып, көңілге қаяу салма деп кінәлауын қара. Сен әзір әкеп бергенімізде қорққансып жемеп едің ғой. Көместе ұрлап жейтініңді кім білген? Әулие жар болсын. Перизат балау, о нәрсеңді көргендағы үрейім ұшқан. Қайтып ұрлап жемек бұна. Балақай, сен жақсы адамдағы ат кіналама. Жақсы адам? Өзің ұрлап жемесіңде мүреттерін үптеп жемегенде кепілдік ете аласың ба? Бұл сөзіңнің жаны бар. Сен аптық ба? Мен оларды шақырып сұрап ұқсайын. Расында ұрлаған болса, төлетіп берейін. Не дейсің? Қайтып төлемек. Алтынға да табылмайды. Мүриттерім. Тамақтанайық. Пірім бізді шақырып жатыр. Сұрасаң ұрлап жедік дерміз. Албаты сөйлеп абырай тұқпыңдыр. Айтпайық. Мүриттерім-ау, тез келсеңдерші. Әсті айтуға болмайды. Пірім, тамақ пысайын деп. Тамақты сұрамақшы емеспін. Бұлардың бұтқанасында адам жидек бар дейме? Соны қайсыны ұрлап жедің? Мен жуаспын ғой. Білмеймін. Көргем жоқ. Ағай, Кім көрсе сол ұрлаған болады. Күліңдер. Не дейсің? Сүккен өмірі осылай күлімсіреп келеді. Бұтқанаңның жемісі жоғалды екен деп күлкіден тиылмақпын ба? Ака мынау өз. Сүке. Шайқада мәсті өттірік айтпайды. Ұрлаған болсаңдар одан қапып өтінсеңдер де болды ғой. ағай,
Пірімнің сөзі орынды. Шынына көшпейміз бе? Sen неге бұлай дейсің, а? Sen неге бұлай дейсің? Пірім, бұл бұлай болды. Бажи екі перизат баланың адам жидек жайлы сөзін есіп қалып, татып көруге құмартыпты. Маған қыңқылдай берген соң, мен баққа барып үшеуін үзіп әкелдім де, ағаның үшеуміз бірден... Көпігіріне 4 жидегіміз ұрлай тұра, арияттан аттап, ұялмай үшеу дейсің ғой. Ұрлық өтірік деген осы емес пе? Немені? Төртеу ме? Мәссаған, сен төртеуін ұрлап, бізге үшеуін ғана бөлсің де, жасырған бір жидекті әкел, жасырғанды әкел. Мен үшеуін ғана үзгем. Өтірік, әсіл бағымда 26 жидек болу ғой тейіз. Мен әзір қайта-қайта санасам 22 соны қалыпты. Сенің көпігіріне 4 жидек тұрлағаныңа бұл дәлел емес пе? Бақ солай. Сүке, тегі нешеуін үзген едің? Мен үшеуін ғана үзгем. Мүлде төртеу емес. Өтірік, 4 үзгенсің. Көріне өтіртеу. Жалған сөйлеу үшін? Білдірапсың. Маймыл ағай, нақшынды айта салыңыз жо. Шағай. Кел деспей-ақ. Шағай деймін. Құйысқан қақсырына. Мүрейттерім-ау, тегі нешеуін үздіңдір? Пірім, шоу болады. Өтірік, 4. Шоу. 4. Шоу. 4. Нақ 4. Сопылығыңа болайын, ұрлап отырып, қасарың қара. Жарайдақ, топты шайқы түгелмен аш көзікке салынып, ұрлап жүрді ғана көздейді кесілдер. Сүке, әдепсіздік қылма. Ақырлы шараға басайын. Ал иянатты. Міне иянатты. Енішек, мына соплар шындаптен жәбірленді. Екеуміз ылғи янаттай бершекте тіл қайтарып чаптықпады ғой. Тіл қайтару, олар ұрлап жегендіктен көңілдері күпті. Несіне тіл қайтармақшы? Бәлкім ағаш биік, жапырағы бітік болғандықтан қате санап, оларды обал жазғырдық па? Неше мәрте санасақ та жүрмек болды ғой. Жүр, екеуміз баққа барып және санайық. Жүрсеңші? Мақұл. Мәссаған. Қырсық шалды. Қанамыздың тұқымын тұздай құртыпты. Енді қайттық. Пірім қайтып келсі. Екеуміз не етеміз? Жер жастаңғыр тақырбас қарақшылар. Сөз жоғалғы жүндібе тұрының сұмдығы. Киел ордамыздың асылын түп тамырдан құртыпты ғой. Бұны енді қайтеміз, а? Оларды сөзсіз ұстап, пірімнің жазалауына тапсырайық. Төртеуіне екеуміздің шамамыз қайтып жетеді. Менің бір айлам бар. Қормас жеңдір. Пірім, алыңыз. Піріме берем. Пірім-ау. Sen жемейсің, енді құсты ғой мен. Преке! Пірім, біз әлгінде баққа барып тағы санасақ, біреу деген болмай шықты. Иә, өзіміз ағат санаппыз.
Бағана өз білерменде кетіппіз. Неткен күнәкарлық десеңізші. Күнә ғой. Кінәліміз. Оқасы жоқ. Адам жидек ұрлағамыз жоқты мен әлді қашан березеп болғам. Ұстаздардың тағамына құрма шеселеп қояр. Әуремет атымыз тартыңдар ау балалар. Алыңыздар. Қанеки. Олар көр аузынан қайтарудың қамалқасын тапқан болып жүрмесін. Ағай, қараңыз. Мына салты жақсы емес. Тамақ ішіп жатқан ес құлыптаған несі? Өңчең ашкөз сопылар, адам жидек тұрлап жеумен тынбай, ағашында құлатыпсыңдар. Қайдағы ағаш? Білмеймін. Енді кетем деп ойламаңдар. Әй маймылай. Біреудің жемісін ұрлап жегеннен соң оның біраз тілдеп ішін босатуына жол қоюың жөн еді. Тағы барып, жеміс ағашын құлатқан не? Кім? Есіктің бәрі құлыптанды. Қайтып құтылмақпыз. Рас айтасың. Пірім, мезгіл жеткенде сүкең жәндік болып безіп береді. Біз ғана қалып төбемізге тас көзетен көріп, жаза тартамыз деші. Пірім, саспаңыз. Інжектер, әбгерленмеңдер. Әлгі екі мүрейт ұйықтаған соң, сүкең амалын тауып, шығарып әкетеді. Онда жақсы, онда жөн. Hadi, atı tez edelim. Şaken şit. Hakır. Resimler bacı. Pırım. Sizler жүре беріңіздер. Мен ана екі мүлікті бір ай ұйықтай тығып келейін. Сүке байқа, оларды өлтіріп алма. Абыржымаңыз. Шәкелі жет. Бәне, бірімді жақсы күтіңдер. Молдеке, Шағай, оясаңыз. Таужаудың пақыр мұрит иба білдіреді. Пақыр шайқыңызды ілтипат көрсетеді. Молдеке, қайдан келесіз? Қайда барасыз? Пақыр шайқыңыз шығыс топырақтан келеді. Батыстағы Будда махауирасына мінәжат етіп, ном әкелуге бара жатырмын. Шығыстан келсеңіз, біздің қақастауды басып өткен боларсыз. Әз пірадардың бұтқанасы қайсасыл тау декен. Мыңжасар тауындағы Бесқоржа бұтқанасы мендей Таужан мұритінің тұрағы болып тұр. Біз олардан өтпедік. Басқа жолмен келдік. Әй, қотиын маймылай! Кімді алдамақсың? Адам жидегімнің ағашын құлатып, бұлар аға түнделетіп қашып келе тұра, мойындамайсың ғой! Ертерек ағашын төлемейсің!
tanımay. Oy buray. Samal soğuk, Aycarık, gelingler beri. Pirim. Aydagar taspasından öldürgen, kamşımda gelingler. Hop. Pirim, kamçыңызda келдік. Алдымен қайсын дүрелейміз? Ұстаздық, өнеге жұқтыра алмаған. Танысыңды алдымен соңында. Адам жидекті ұрлағанда жегілмемен, ағашын құлатқан жәнемен. Піріммен қатысы жоқ. Қалайша алдымен мен ұрмай оны ұрмақ боласыңдар, ха? Ол қуатин маймыл қалайда қолымен істеген мойнымен көтереді екен. Әрине, солай. Жарайды ендеше, бұған 30 қамшы тұра соңында. Тымас! Тым жеңіл, жеңіл. Ағай, Қаттыра бұр. мынау таңсыңның тәрбие бермей бетімен қоя бергендігінен қанғыл болып кеткен мұрит қой. Таңсыңға да 30 қамшы тұра соқ. Тағы қателесіңіз мырзам. Мен жидек ұрлаған кезде пірім тұтқаныңыздың екі перизат баласымен сөйлесіп отырған. Ол мүлде хабарсыз. Мүритім ұстамаған денсе, бұл дүрені мүриті болған мен қабылдағаным жөн. Және де мен дүредіңдер. Бұл қуатин маймылды қу дегенімізбен Бұл не дейсіз? сінің бапал екен. Және соны дүреліңді. Пірім, мен келдім. Müritlerim. Tez gidейік. Бәже, Ағай, мен тез құтқарсаңызшы. міне. Жүр. Мінесіңдер, тез. Сіз алдымен жүре беріңіз. Шапшын, інше. Жүрсіңіз, тез. Şaka teziniz. Ma'qul. Жылданбасыңдар. Әлгі төрт түгел ағаш қазық болып қалды. Тез. Пірім. Kep kaldı dağı. Бәже, ой бұрқылдап қайнады ғой. Бізге тамақ қоратын секілді. Бізді тамақтандырма өлтірсе, төзімді құрса аруақ болар едік. Адам жидек ағашының кегі үшін сұңы күңді қазанға тастан жіберіп қуырыңдар. Не дейді? Ағай-ау, бізге тамақ пісіру емес, өзіңді пісірмақшы екен. Ойбай. Кем көтер? Ағай-ау! Тапмай-май. Қашқаның қашқан, қазаныңды шаққаның қалай болды.
Бұнысын да кешірім еттік. Мүриттерім, пірім, тағы бір қазанға таң паршасының сәнзаңын қуырыңдар. Хоп! Тоқтаңдар. Ой, пірімді қуырғандарымен анша май шықпайды. Ей, онан да анау тебінгі құлақ майбасты қуырсаңдаршы, а? Сен маймыл сен не қып, ылғи еріп сілген ойды айтасың. Тағы отайын маймылай. Амалын тауып қазан пешімді де қираттың ау. Маған кезіккен сен болған соң, Сергелден болады ғой. Әлгінде мен кішідер етке асқам. Қазан мен май болғанса қуырбаш қуыруға болмас еді. Әзірен қазардым. Пірімді емес, және мені қуырыңдар. Сұңқұң, мен сенің өнеріңді білем. Ерлігіңді де естігем. Бірақ бүгін қайткенмен менің сенгеннен шығып кете алмайсың. Тіпті Сакьямолидің алдына барсаң да адам жиден ағашын төлейсің. Барлық есідердің осы ағашты тірілтіп екен ғой. Неткен көздарлық еді. Мәселе ағашты тірілтуде болса қанша қиын. Емеурінің астамын қарай көр. Ағашыңды емдеп өндіріп берсем, қайтесің? Егер асыл ағашымды емдеп өндір алсаң, сенімен төс соғыстырып серттесіп, өмір бойы туыспаған туысың болам. Жарайды, бәле. Қайда бармақсың? Шығыс теңізге барам. Барғаныңнан қайтпасаңшы. Бір шекті мезгіл белгіле. Неше күн болсын? 3 күн. Үш күн болсын. Пірім осында қалады. Оны әбден күтуін қажет. 3 уақыттық шай тамағы тапшы болмасын. Сәл ғана жүдейтін болса, Сүкең кешірмейді. Халаңсыз болғайсың. Сүкең тартып кетті. Рахметіңіз. Інжектерім ау! Әулиеке, қалай келіп қалдыңыз? Өздеріңмен ойнап күлгенде әдейі іздеп келдім. Таңсыңды қорғап, ном кітабына келуге кетіп барады деп естіп едік. Шығыс теңізіне келуге қайтып ұрай тапсыңыз. Бауырлардан жасырары жоқ. Сүкеңнің жасыр тауындағы бес қоржа бұтқанасына өтерде біраз іске тап болды. Ай маймылым-ай, Чинюан баба перінің адам жидегін ұрлап жегеннен саумысың, а? Ұрлап жесе қайтеді екен, а? Өй, не дедің? Қайтеді екен деймісің? Ол жеміс ағашы баба перінің өмірінің арқауы. Біреуін жеп ақ ұзақ өмір сүрмей ме? Әулием-ау. Өмір арқауы болса, мен сол арқауды үздім. Үздің бе? Бұл оның өмір арқауын үзіпті. Әулиекең оның жеміс ағашын құлатқан болды. Сөйттім. Неткен ауысар едіңіз? Әулием, ол Джиньян дегеніңіз жер перілерінің баба пірі. Қолынан келмейтін жоқ. Соның кел ағашын құртыпсыз ол тыныш қояма. Әт деген ай. Сүкеңнің теңізден келген беті осы. Үшіншектің маған сол ағашты емдеп өндірір. Бір амал тауып беруін өтінемін. Немене? Ағашты емдеп өндіру амалы ма? Ондай амал қайда? Жоқ қой, жоқ. Апырайы. Әулием, қамықпаңыз. Әулием, мұнда амал болмағанымен басқа жақтан іздемейсіз бе? Әлгі баба пері маған 3 күндік қана шек белгілеген. Егер уақытына опа қылмасам, оның алдына абыройдан айырылам ғой. Әулиеке, саспаңыз. Басқа жақтан іздеуден бұрын мен 5 қоржа бұтқанасына барып, ахуалыңызды айтып, бірнеше күндік мәулес сұрап әкелейін. Қалай дейсіз? Еңбектеріңізге әсері алғыс айтам. Көп рахмет.
Сүке, бұдан бұлай, менің мүридім екеніңді айтушы болма. Мен де сені көрмейін. Енді мені қалайда көрмейді екен. Қалайда. Сүке. Пірім, қайдасыз? Күнәңді білесің бе? Мүритіңіз қаталығын таныды. Баба пірімнің маған бір амал үйретімін өтінем. Телегей теңіздегі перілерден бір амал табылар. Бара ғой. Баба піріме, көп рахмет. Апырай. Соңқың! Қайда қарасың? Өй, соп шапан ұрлаған қарай өсің ғой. Қарағүйін тауында Сүкеңнің кешіріміне ие болмасаң, Бұрхан бөбінің тағлыматын естіп оңа бермедің. Ендеше мені неге алдияр деп атамайсың? Асыл задылар ескі кетті ескі алмайды. Ол нәрселерді айтып қайтесің. Өзіңді осы арада күтіп алуды Бұрхан бөбі тапсырған еді. Рас па? Қанекей. Соко, таңсың қай жерге жетті? Мыңжасар тауындағы бес қожа бұтқанасына жетті. Өзің неменеге келдің? Бұрхан бөбі, мүритіңіз сол бұтқана бағындағы баба перінің адам жидеге қашып құлатып алды. Пірім бес қожа бұтқанасында қамауда отыр. Сөйтіп, жүр алмай қалдық. Әлегі көп қотиын маймылай. Ол бұтқананың баба перісі мені дәреңіліп қалады. Оның жидеге қашын құлатсам тай салмайдағы екенсің. Соко, қарашы мынаған.